Электронды бақылау құралдары, оның ішінде электронды білезік деген соңғы жылдары осы салаға қосылған бір жаңашылдық десек те болады елімізде. Енді бізге нақтылап айтып кетіңізші, бұл кімдерге, қалай, қандай заңды бұзғандарға салынады, не себепті деген сияқты. Электрондық бақылау құралдары бұның қылмыстық процестік кодекстің негізінде, содан кейін қылмыстық атқару кодексінің негізінде және өзінің 2014 жылы үкімет бекіткен электрондық бақылау құралдарын қолдану ережесі бар. Бұл бас бостандығынан айырмайтын бұлтартпау шарасы қолданылған адамдарға немесе түзеу мекемесінен босап келген сотталушыларға қолданылады. Егер де мысалмен айтып кетсем, түсінікті болу үшін, жуықта осындай сот тәжірибесінен бір мысал келтірейін. 1985 жылғы жас келіншек, ол аса ауыр қылмыс жасады деп күдіктелген. Ол аса ауыр қылмыс жасағаны, ол есірткі затын сақтап, заңсыз сақтап және сатқан үшін. Ол оған тергеуші бас бостандығынан айыру, қамаққа алу, бұлтартпау шарасын таңдап сотқа келген. Бұндай тергеу сотына келгеннен кейін, тергеу соты бұл әйелдің жағдайын ескеріп, оның кәмелетке толмаған 5 баласы бар екен, жұмыс орны бар екен, тұрғылықты жері бар екен. Соның бәрін ескеріп, аса ауыр қылмыс жасағанына қарамастан, оған бас бостандығынан айыру, қамаққа алу бұлтартпау шарасына бас тартып, үй қамақ бұлтартпау шарасын таңдады. Сонымен қатар оған осы электрондық бақылау орнату жөнінде қаулы шығарды. Бұл орнатқаннан кейін, бұл келіншек өзі жұмысы бар, жұмысына барып, жұмысын істеп, үйдегі балаларына қарауға өте ыңғайлы. Сондықтан да бас бостандығынан айырмайтын жаза қолданылған кезде электрондық бақылау құралдары орнатылады. Оны егерде күдіктілерге қатысты, айыптаушыларға қатысты болса, онда тергеу органдары орнатады. А егерде түзеу мекемесінен сотталған адам босап шыққан болса, оған пробация органдары қолданады. Демек, ол түзеу мекемесінен шығып, бірақ әлі де мысалға өкілетті органдарға барып белгіленіп тұру керек қой. Сол пробация жүрген уақытында? Ол босап шыққаннан кейін пробация органына келіп тіркеуге тұрады. Оған түрлі оның міндеттемелері бар. Сонда оның тәртібін қадағалау үшін пробация органы оған электрондық бақылау орнатады. Бұл өте ыңғайлы, себебі бұрын пробация бақылау органдары өзі үйіне барып, жұмасына 2 рет пе, 3 рет пе, ол қайда жүр бәрін тексеретін. Ал бұл құрылғы орнатылғаннан кейін, құрылғы өзі тексереді. Егерде ол қандайда бір міндеттемелерді бұзса, мысалы электрондық бақылау құралын шешіп салса, немесе басқа жаққа кетіп қалса, онда ол қайтадан бұл бәрі электрондық бақылау құралдарына тіркеледі, ол қайтадан сол босап шыққан мекемесіне қайтадан қайтарылады.